Саламатсыздар ма? Атаулы әлеуметтік көмекті есептеу кезінде қандай қаржы түрлері табыс ретінде саналатынын, ал қандайы саналмайтынын адамдар жиі білмей жатады. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер адамның жиынтық табысын есептеудің ережесін бекіту туралы Еңбек және халықты қорғау министрінің 2009 жылғы 237-ө бұйрығын алып қарасақ, сол жерде атаулы әлеуметтік көмекті есептеуде ескерілетін және ескерілмейтін табыстар көрсетілген. Осы видеомда аталған бұйрықтан бірінші ескерілмейтін табыстарды, ал одан кейін ескерілетін табыстарды тізіп оқып беремін. Кейбір тармақтардың уақыты видео сипаттамасында келтірілген. Соларды басып, видеоның керекті жеріне өте аласыздар. Егер осы видеом сіздерге ұнаса, оған лайк басып, арнама жазуларыңызды өтінемін. Бірінші, төтенше жағдай кезеңінде қызметінің шектелуіне байланысты кірісінен айырылу жағдайына немесе шектеу іс-шараларын енгізуге байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша бір жолғы әлеуметтік төлемдер. Екінші, төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары кезеңде ұсынылатын азық-түлік және тұрмыстық жиынтықтар, сондай-ақ осы көмектің орнына төленетін сома. Үшінші, тұрғын үй заңнамасында белгіленген тәртіппен қарыз бойынша бастапқы төлемнің бір бөлігін жабуға арналған тұрғын үй сертификаттарының сомасы. Төртінші, бағдарлама шеңберінде ерікті түрде қоныс аударушыларға әр отбасы мүшесіне көшуге берілетін бір жолғы төлем. Бесінші, жетім баланы және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алумен байланысты бір жолғы төлемдер. Алтыншы, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін заттай көмек, дәрілік препараттар, санаторлық курорттық емдеу, протездік ортопедиялық бұйымдар, мүгедектерге бөлінетін жүріп тұру құралдары мен оңалту құралдары. Жан басына шаққандағы табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен аз, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмаған отбасылардан шыққан, мемлекеттік білім беру мекемелерінің студенттері мен оқушыларына, жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың нәтижесінде шұғыл көмекті қажет ететін отбасылардан шыққан балаларға және Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сәйкес студенттер мен тәрбиеленушілердің өзге санаттарына ұсынылатын материалдық көмек. Табысы аз отбасылардан шыққан балаларға кепілдік берілген әлеуметтік топтама шеңберінде ұсынылатын көмек. 7. Азаматтардың елді мекеннен тыс жерлерге емделуге тегін немесе жеңілдікпен жол жүру құны. 8. Протездеу уақытында азаматтарды ұстау. 9. Азаматтардың тегін немесе жеңілдікпен протездеуге бару жолына ақы төлеу. 10. Қайырымдылық көмек. 11. Үлгілік қағидаларға сәйкес көрсетілетін бір жолғы көмек. Азық-түлік өнімдері бағасының қымбаттауына байланысты әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы нөмірі 3504 қаулысына, бұдан әрі үлгілік қағидалар сәйкес табысы аз азаматтарға мемлекеттік бюджеттен және өзге де көздерден көрсетілетін ақшалай немесе зат түріндегі көмек. 13. Қазақстан Республикасы білім саласындағы заңнамасына сәйкес білім беру ұйымдарында табысы аз отбасылардан шыққан студенттерге көрсетілетін материалдық көмек. 14. Бала тууға байланысты берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақылар. 15. Отбасына төтенше жағдайлар салдарынан денсаулығы мен мүлкіне келтірілген зиянды өтеу мақсатында көрсетілетін көмек. Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, мектептер мен колледждер студенттеріне төленетін мемлекеттік стипендия. 17. Бірінші, екінші, үшінші топтардағы 16 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар. 18. 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар. 19. Бірінші, екінші, үшінші топтардағы 16 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар. 20. Алтын алқа, күміс алқа алқаларымен наградталған, немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен наградталған, көп балалы аналарға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақылар. 22. Жерлеуге арналған бір жолғы жәрдемақы. 23. Тұрғын үй көмегі. 24. Атаулы әлеуметтік көмек. Егер осы видео сіздерге ұнаса, оған лайк басып, менің арнама жазылуыңызды өтінемін. Аман сау, қош болыңыздар.